Поляризатор тобы. Бұл топты сіздерге айтып кетейін. Екі топ бірінің жарысын жасырасып, балдық жермен бағалаған. Әр топта 10 балдан. Ол әрі сабақ үстінде оны көресіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы программалық тестілеу әдістері. Үй тапсырмасын кім дайындайды? Тақырыбы күйлердің ауысу диаграммасы. Күйлердің ауысу диаграммасы дегеніміз бұл программада математикалық абстрактілер болып табылады. Яғни ол сол автоматтар теориясында анықталған. Айтылған үй тапсырмасының тақырыбы қандай еді? Қазір айтылған үй тапсырмасының тақырыбы қандай? Жоқ. Екі тапсырма құрылымдық амалдардың несінің спецификациясы. Құрылымдық. Мысалы, қарапайым сұрақ қойыңыздар. Талаптарды талдау кезінде басқарушы әсерлерді алу кезінде әзірленетін болады. Егер диаграммалық жүйе жұмыс істеу процесінде қоршаған ортаға белсенді әрекет жасаса, егер мысалы пайдаланылатын және берілген бастапқы деректер бойынша кейбір есептеулерді орындайтын болады. Үй тапсырмасы жақсы дайындалмаған екенсіздер. Былайша айтқанда. Енді сіздерді шамалы өзіңіздің пәнге деген қызығушылықты арттыру үшін сергіту сәті. Бұл жерде сергіту сәті болғанда сіздерге мен былайша айтқанда TikTok-та көресіңдер ғой. Лайфхак өзіңізге күнделікті қолданатын заттарыңызды мен айтып кетемін. Мысалы, айтып кеткенде қандай? Сіздер күнделікті қолданатын USB флешка. Оны алсаңыз, біреу беріп тұршы маған, сен қалай өткізу керек дейді. Оны бересіз. Ары қарай бергенде сіздің ол флешкаңызға ол кепілдік бермейді. İçine virüs түседі, түспейтінді. Дұрыс па? Мақұл түсті вирус. Сол кезде сіздің флешкаңыз не болады? Бұзылады. Қай жағынан бұзылады? Ішіндегі мәліметтерге зақым тиеді. Дұрыс па? Ол зақым тигенге не болады? Мәліметтеріңіз ашпай қалады. Өзінің өзі уақыт өте сайын жойыла бастайды. Или осы мәліметтеріңіз көрінбей қалады. Сол үшін сіздерге қазіргі күнде ең танымалы түрде айтып кететін өздеріңізге қолайлы вариантты айтып кететін сіздерге күнделікті өзіңіз қолданатын USB флешка. Міне бұл трансет оригинал флешка. Мәліметті енгізу жылдамдығы кім айтады? Қанша болады? Орнында тұрып. Қазіргі таңда 3:1. Началасы, бастамасы 2:0, 2:1, 3:1 болып есептелінеді. Ол деген сөз сіздің флешкаңызды мәліметті өткізу жылдамдылығы, оны оқу жылдамдылығы. Енді ары қарай бізге керек материалдар бұны флешканы дайындау үшін. Мынау не екенін білетін шығарсыздар? Пайка. Бұл не? Көлер. Бұның қызметі неде? Кім айтады? Орныңыздан тұрып, отырған жерде емес. Орныңыздан тұрып. Бауыржан. Процессордың суытуына не? Қызмет атқарады, процессор суыту. Процессорның қызып кетпеу үшін оның суытып тұрудың қызметін атқарады. Астындағы не ол? Радиатор. Радиатор неге? Ол бір қалыпты температураны сақтап тұрады. Бір қалыпты температура. Сонда бұның ұрған желі қайда барады? Термопаста процессорге өткізеді. Процессор өткізеді. Сол кезде процессор қызбай ма, қыза ма? Процессор қызады, бірақ бір қалыпты қызады, бір қалыпты температурада болады. Жоқ. Термопаста процессор қызмау үшін салқындап тұрады. Соның салқыны паста барады, паста оны температура бір ретінде ұстап тұрады. Енді ары қарай. Бұл жерде көлердің ішінде датчигі болады. Міне, көріңіздер.
Мен сіздерге бұны ашып дайындап қойғам. Кулер болса, кулер. Микросхемасы. Бізге бұның ішінде микросхемасының керек заты. Коннект дей ма? Сондай кішкентай қара зат бар. Бұл 4 тістен тұрады. 4 тістен. Біреуі плюс жағынан, екіншісі минус жағынан келіп тұр. Үшіншісі оны оқыту үшін. Бізге керек жері енді USB-ні шашқан кезде оның ішіндегі микросхемалар болады. Көрдіңіздер ме? Микросхемалар болады. Оны сіз кулердің өзінің сымы бар. Бұл сымы арқалы пайкімен оны коннекті жалғаймыз. Көрсеңіздер болады. Бұл жерде 4 тістің бір тісі қалады. Бір тісі плюсқа барады, екіншісі минусқа барады. Үшіншісі USB-дің өзінің теміріне жалғанады. Міне. Көрдіңіздер міне. Бірінші тұрған өзі плюсқа барып тұр, қызылсын. Көрдіңіздер ме? Екіншісі көксін. USB-дің темірінің өзіне келіп тұр. Ал үшінші қарасым, ол төртінші тіске барып тұр. Ол деген сөз ары оны оқыту үшін. USB флешканы оқыту үшін. Енді бізге не керек? Бұны жалғап болғаннан кейін бұны қосамыз. Қосқаннан кейін бұл қосылады. Қосылғанда бұл мониторға, экранға ештеңе бермейді. Оны оқыту үшін бізде кішкентай магнит болады. Оны көзіңізбен көресің бе, көрмесең білмеймін. Кішкентай магнит болады, ақ магнит. Магниттің түрлері көп, дұрыс па? Бұл ақ магнит осы қара датчикті жұмыс істеуге алып барады. Бұл болмаса, сіздердің USB флешкаларыңыз ары қарай жұмыс істемейді. Бұл жұмыс істеу үшін магнитті оған тигізу керек. Ол магнит сіздер бұл USB флешканың крышкасына клеймен отырғызасыздар. Бұл флешка мен уже дайындап сіздерге алып келгем. Бұл көрсету үшін. Сіздерге көрсету үшін. А бұл дайындап уже пайкімен отырғызып, ішіне сымдарды пайкімен отырғызып алып келгем. Функционалдық тестілеу. Қолмен тестілеу, автоматтандыру және үшінші қандай жартылай автоматтандыру. Программалық жабдықтардың тестілеу өте көп. Күрделі және ұзақ процесс олар. Мысалы, сіз тестілеуді сіз қалай тестілейсіз? Қатты дискін тестілейсіз ба, или жадын тестілейсіз ба? Ол жерде сіздердің уақытыңыз алады. Тестілеу уақытыңыз алады. Автомат түрде тестілеу болады, и қолмен тестілеу болады. Тестілеу процесінің валидация және верификация сіздердің топ бойынша қойылған аттарыңыз. Мысалы, валидация деген не ол? Кім айтады? Валидация дегеніміз бұл программалық жабдықтың және де қолданушының тапсырысына, яғни оның нақты тапсырысына, нақты объективті факті дәлелдеу процесі. Тағы кім қосады, қосымша? Айтатар бар ма? Верификация деген не ол? Кім айтады? Программа жабдықтың сапасына қатысты ол. Ішкі ережелер мен стандарттарға спецификациялардың сақталған-сақталмағандығын тексеру үшін жасалады дейді. Мысалы, сіздердің мәліметтеріңізді сақталған-сақталмаған туралы тексереді, тестілейді оны. Жаңа айтып кеткенде тестілеу процесінің автоматтандырылудың келесі топтар бөлінеді. Қолмен тестілеу, автоматтандырылған тестілеу, жартылай автоматтандырылған тестілеу. Қолмен тестілеу деген кім айтады? Өз ойларыңызды айтыңыздаршы. Қолмен тестілеу. Қай топ? Верификация. Қолмен тестілеу деген бағдарламаның жасақтамасы тестілеу әдісі. Ода қолданушылар тестін пайдаланушылармен автоматтандыру құралдарымен пайдаланбай тестіледі жағдайлары қолмен жүргізіледі. Оны қысқаша айтқан кезде, сіз оны өзіңіз қолмен жүргізесіз. Қысқаша айтқанда.
Оны толық оқып айту қажет жоқ. Негізі өзі қысқа сөзбен айтса да дұрыс. Екіншісі, автоматтандырылған тестілеу кім айтады? Өз ойыңыз. Автоматтандырылған тестілеу, бұл тестілеудің орындалуын бақылау және нақты тест нәтижелерін болжаған немесе күтілетін нәтижелерімен салыстыру үшін арнайы жасақталған тестілеу әдісі. Енді сіздің ойыңызша қолмен жүрген дұрыс па, автоматтан жүрген дұрыс па тестілеуді? Автоматтан жүрген. Неге? Оңай. Қолмен жүрген емес па? Атып отырамыз. Жартылай автоматтандырылған. Өз ойыңыз. Кім айтады? Бұл жерде жартылай автоматтандырылған дегенде мен өзім айтып кетейін сіздерге. Мысалы, автоматтандырылған тестті жүретін болсаңыздар, сіздер оның ішінде ошибкасы бар жоқтығını сіздерге тікелей шығарып бере алмайды. Определенный нелерді, тесттің жүргізетін жолдарын көрсетіп бере алмайды. Сіздер қолмен жүргізсеңіздер, керек мәліметтеріңізді, керек объектіңізді тестілеу үшін. Мысалы, қатты дискті тестілеу үшін қолмен жүргізесіздер оны. Қолмен болғанда мишка арқылы оған команда бересіздер, ол сол тек қана жесткий дискті тестілеп береді. Деген кім айтады? Өз ойыңыз айтыңыздаршы. BMP. Бұл қандай бағдарлама? Мына топ, валидация тобы. BMP. Оны сіздерде сабақ үстінде қолданып көргенбіз. Қазір сіздерге оны сабақ жаңа тақырып бойынша сіздерге тағы да көрсетіп кетемін мен. Қалай қолдану керек, қалай ішіне кіру керек. Айтыңызшы. Флешка арқылы жұмыс істеу, яғни біз WinPay программасы арқылы флешкаға ең біріншісінде компьютерге флешканы қосамыз және де сол арқылы жұмыс істеп флешканы іске қосамыз, оған деректерді енгіземіз. WinPay'де деректі енгізуге бола ма не? Жоқ, біз яғни енгізген деректерімізді сол WinPay программасы арқылы аша аламыз. Сіздерге оған WinPay'ді сіздерге мен көрсеткен. Қазір біз жаңа тақырып бойынша WinPay'де тест жүргіземіз. Ау? Onu da kodları ve onu dürüst parolerde özünüzün bozup içine kırıp dürüst oldu. Fakat o BMP neyse kanday bağlama oldu. Ne yaptı ayettim olsa? BMP'de o klasikalar шығармалардың орнату, орналастыру және қалпына келтіру үшін қолданылады. O ne? Айтылаш қалады естісіне алыңдар. BMP ол классикалық шығармалардың орнату, орналастыру және де қалпына келтіру үшін қолданылады. Қалпына келтіру үшін. Бұл жерде сіздерге BMP бағдарламасы алғаны сіздер возможно бұл жерде шексіз программаның барлығыны осы BMP ішіне енгізіп қойған. Керек мәліметтеріңізді осы BMP арқылы істей аласыздар. Мысалы, тест жасауға болады, программа енгізуге болады, антивирустар енгізуге болады. Сіздерге администратор қойған пароль өшіруге болады. Не айтпақсыз айта береді. Пароль өшіруге болады. Тұрып айтамыз. Бұл жерде драйвер деген не бар? Мысалы сізге қосылып тұрған кез келген қосымша құрылғылардың драйверлерді автомат түрде енгізуге болады ма? Или қолмен енгіземіз болады? Автомат түрде енгізуге болады. Бұл BMP сіздерге қосылып тұрған драйверлер құрылғыларыңыздың кез келген құрылғыларыңыздың өзі автомат түрде маркасını, моделini taup өзі енгізіп береді. Видео карталары болсын, не құрылғы болсын, о драйверді енгізу алдын сіздерді Windows'тың өзі восстановление немесе переустановление болу керек. Мысалы сіздің Windows'ыңыз өшіп кетті. Ішінде бір вирус түсті, ол вирустың Windows'ыңызды керек мәліметтеріңізді өшіп тастады. Сіздер ол үшін істейсіз, загрузочный флешка арқылы қайттан жүктеуге мүмкін. Windows'ыңызды, Болмаса, Windows'ыңызды басқа версиясына енгізесіз.
Но sizga kerak ma'lumotlaringizni o'sha flash var. Endi sizga birinchi uni VMP'da qo'llash uchun kompyuter ne istaymiz? O'chiramiz Yo'q. Ha, parol o'ylaymiz. Birinchi kompyuterni o'chiramiz. Ne uchun? Flashkani salmay turib, sizning kompyuteringizda virus bo'lsa, bundan tikilay virus o'tib ketishi mumkin. Do'stlar, shuning uchun birinchi kompyuterni o'chiramiz. Gaz nislarga bu yerda ekran qo'shilsa ko'rsatib beraman, qo'shilmasa monitorda aylantirib qo'shib ko'rsataman. Masalan, buni qarabsizlar, men kompyuterni o'chirib bu yerda ikki flashka, ikki o'rnida загрузочный programma bor. Ne жұмыс істеу мүмкіндігін көрсетем sizlarga. Kompyuter o'chdi. Endi flashkani salamiz. Saldik flashkani. Kompyuterni qo'samiz. Qo'sgan кезде qo'smay turib, sizlarga so'roq. BIOSga kirish uchun klaviaturaning qay perdasini boshqa orqali kiramiz? Buyurun. O'rnimizdan turib javob beramiz. F12 orqali. Bu F12 qolgan kompyuterlar qatisi bormi, yo'qmi? Мысалы, bu monoblokdan turlari ko'p. Monoblok turlari ko'p. HP, Lenovo, qanda Asus. Bizga asosiy qo'limizda Lenovo monoblok bo'lgan so'ng F12 BIOSimiz F12 orqali kiramiz. F12ni qayta bosib turamiz. Ne çıktı ekran metni? Bu yerda ko'rinmaydi ekan. Frankni ko'rinmaydi ekan. Menyu qanday menyu? Flashkani o'qiyapti. Bizga именно o'sini ichida qaysi kerak bizga? Flashkani orqaga загрузканы jibarish uchun. Nega birinchisi kerak bizga? Bu yerda sizning qo'shgan flashkangizni ati yozilib turibdi. Qani ati bu yerda? Legacy Jet Flash Transfer necha gigabayt? 16 gigabayt. Biz qo'shganimiz Jet Flash firmasi ishindagi pamyati 16 gigabayt. Orqaga tushiramiz. Bu yerda BIOSda mishni qo'llanmaysizlar. Tek qana perni taxtani qo'llanasizlar. Orqaga ketdik. Kiramiz. Mana bu bariq bizni olib so'z razatdik. Bu yerda aslida tushunib bo'lsak, sizlarga tab klaviatura pena taxta tab funksiyasi bor. Sonra orqali buni aslida o'tamiz. O'zi aslida o'tmaydi. Bag'itlash orqali aslida o'tmaydi. Tek qana tab funksiyasi orqali o'tadi. Qaytadan tabni bossak, ustuna o'tadi. Olib razratdik. Kiramiz. Bu yerda sizga WIMP-ga kirib o'tir уже. Загрузка bo'lyapti WIMP-ga. Gaz kirib bo'lgandan keyin endi klaviaturamiz millatda diagnostika qilingizni bu yerda barliq programmalar test jasaydi. Test jasaganda bu yerda bir testni avtomat turda jibirgan bo'ladi, bir testni qo'lga jibirgan bo'ladi. Qattiq diskda testga jibirgan bo'ladi. Masalan, gaz ko'ring, qaysini ko'ramiz? Aytingizlar, qay test, qay programma jibirib ko'ramiz? Ulama ne? Ko'rdingizlarmi? Bu yerda jostkий diskdan qattiq diskdan qanchalik жұмыс істеп turgan ko'rsatib turibdi. Быстро действие. Isteo жылдамдылығы 100%. Bu degan so'z yaxshi istep tur. Отлично bo'lib turibdi. Если bu yerda отлично bo'lmasa, sizga төмен процент ko'rsatib turadi. Bu o'zi qaysi aytganda doim programma sizning ishindagi ma'lumot ishindagi ma'lumotlaringizni testlovchi chiqarib turib ekran betini o'sha. Здоровье degan so'z
monoblоктың денсаулығы, денсаулығы, зақымдалмағаны, сапасы, моноблоктың сапасы. Енді бұл обзоры, мәліметі, температурасы. Қазіргі таңда моноблоктың істеп тұрған температурасы 37 градус. Көрдіңіздер ме? Көрсетіп тұр. Средний температура қазіргі таңда 37 көрсетіп тұр. Максималды температура 48. Көрдіңіздер ме? За все время. Осы уақыт аралығында дейді. Ne жүріп жатыр екран бетінде? Тест жүргізіп жатыр. Бұл деген сөз сіздің қатты дискіңізді уже тестілеп жатыр. Қанша процентті жұмыс істеп, қанша процент жұмыс істеп тұрғанын. Күтеміз бе, арқай жалғастырамыз ба? Результатын экран бетіне шығарамыз ба, шығармаймыз ба? Ол күтеміз онда. Бұл жерде бұл программаның сіздерге тиімді жері кез келген қатты дисктеріңізді тестілеп құрылғанды тестілеуге болады. Арнайы драйверлер жазуға болады, парольдерді удалить етуге болады. Оны парольдерді удалить ету үшін сіздерге қандай функция керек? Мысалы, сіз өзіңіз программист болып тұрып, моноблоктан ноутбуктарыңызға пароль түсіп қалды. Аяқ астынан пароль түсіп қалды, түсіп қой паролға. Ол сізді ноутбук көтеріп, хай-текке немесе сұлбатқа бараса, пароль шешіп берішті. Ол сізден ақша алады. Бекінтегі 3 мың теңге алады. Ал сіздер осы программаны өздеріңізге флешка арқылы жайып қалсаңыздар, өздеріңіз істеп отырасыздар оны. Үстінен болмаса бір жерде өздеріңіз ақша істеп аласыздар. Басқа біреу яғылса. Пароль түсіріп қойса. Bir minus var. Original flashka alsasızlar. Original flashka Transnet firmanın original flash bu. Sizin onun Kitayski versiyası da var. Kitayski versiyası basıp olmayın onu. O bırak açık. Tek kanı original flashka. Açık alğanın özünde de o жерде özünün skorsa qarayızlar. Mesela 100 flashka 2'de 0. 3'te 1 skorsa alsanızlar, bu sizin flashkanın жұмыс істеу тиімдігін көрсетеді. Міне, көрдіңіздер ме? Уже бітті. Тест жасап бітті уже. 2 минутте тест жасап бітті уже. Тағы форматирование дейді. Утилить. Сброс пароля. Сброс парольден жаңа айтып кеткенім, парольдеріңізді, администратор парольдеріңізді өшіруге болады. Қазір оны сіздерге тапсырма ретінде берем. Екі моноблокқа өзім пароль қойып қойғам. Сол парольді маған өшіріп бересіздер. Ол жерде сізге запись жібергені интернетпен жұмыс істеп жатыр. Ол үшін сіздердің интернетіңізді қосып қоюыңыз керек. Неге дегенде интернеттің тікелей обновление алып жатыр ол. Интернет тікелей обновление алып жатыр. Ол обновление алмаса, ол сіздердің керек нелеріңізді обновлениеңізді шығарып бермейді. Бағдарламалық құралдарды тестілеу. Әр түрлі әдістері қарастырылған өткізу үшін жұмыс істейтін көз жеткізу үшін
Зачем работать? Все равно включить. Точно нагадывает? Каждый стерде екі флешка, бұл екі флешкада ішінде загрузочный файлы бар. Қоспай тұрамыз, қазір өзім айтамын. Ал? Флешка салып қойып беріп, бастайын кезде өзің бастайсың дәргіз. Қай клавишаны басып тұру керек? F12 қайта басып тұрамыз. Сол кезде не болады? Тоқта, басқа болды. Қосылбасын, бірде қосылбасын. Қайта басамыз. Jet flash translation 32 гигабайт тұр. Бұл жерде 32 гигабайт флешка екен. Мен асықпа дедім, асықпа дедім. Қос, жібер. Болмайды ғой. Айтып тұрмын, асықпа деп тұрмын, асықпа. Azıcık vakti geçti. Tanaş, tanaş. Так, бастама қойдыр. Бұл жерде кәсіптерге тапсырма беріледі. Екіншісі сіздерді ID 64. ID 64. Ekstremal. Ay kaldınız kırılmış. HD Toys Pro. İzleyiniz. Toys'un ardından al. Ay 94. Absürt. Екінші тапсырма артынан екі монологта бірдей пароль қойылған, сол парольді өшіру. Қосқан кезде экран бетіне пароль шықпау керек. Қосқан кезде экранның бетіне пароль шықпау керек. Тест нәтижесі экран бетіне шығарасыздар. Тест нәтижесі экран бетіне шығарасыздар. Testi. Осы аралықта сіздерге кішкентай ой ұйымдастырамыз. Осы да айтпасana bir mesaj var. Так, сабаққа қатысуды қадағалаймыз, жарысты ұйықтамаймыз. Бұл жерде қазір сіздерге осы тақырыптар бойынша кішігірім ой ұйымдастырған. Сол ойынды барлығымыз бұл жерде тест өзі кете береді. Оны білмеймін. Сіздерге тапсырма берілді, сол тапсырма арқылы сіздер оны істеп шығуыңыз керек. Бұл жерде не шығатынды өздеріңіз маған айтуыңыз керек. Енді екі топ бойынша жарыс. Екі топ бойынша жарыс ұйымдастырамыз. Экранның бетіне қарайсыз. Бірінші, қай топ мынау? Валидация топ бастайды. Экран бетіне қарайсыз. Бірінші сұрақ. Тыныш. Орныңыздан тұрып жауап береміз. Атын айтса, бірінші сұрақ жауап береміз. Bu kadar kırıldı. Kolye. Kolye жұмыс қандай? Не жұмыс істейді ол? Sultan. Нені сұлтан? Нені қызады? Не қызады? Процессор қызады. Қызбау үшін сол тұрып тұрады. Көреміз. Kolye. Дұрыс. Екінші топ. 100 балл. Екінші топ. Мұқият. Тыңдаймыз, қараймыз. Ақпаратты енгізу құрылғысы дейді. Сәлемдер, ақпаратты енгізу құрылғысы. Пернетақта. Сол пернетақта арқылы ақпарат енгізе аламыз ба, там тұрған? Мишка арқылы емес па? Пернетақта арқылы. Көреміз ал. Дұрыс
bu yerde size ayıp edeyim, bu yerde bonus da verildi. Kim cevap verdi? Orada dursun. Söyle bakayım. 5 yıldan sonra Ne işin? Gigahertz ben. Hazır tanda farklı cüzlük işler gigahertz arkalı buradan bulursunuz. Korrekt, bonus verir mi vermeyeyim mi? Ben vermeyeyim bonus. Sorak. Windows. DOS imiz var? Windows var. DOS. Ben size bonus veriyorum. Al, bonus. Mokep tanemiz. Orumuza da cevap veririz. Birinci mi? Göremiz. 200 bonus geldi. 400, 600 oldu. Size karşımdan 600 boy oldu. Beşinci soru. Sizler bir. Компьютердің ең басты бөлігі процессор. Процессор. Бұл ма? Қалай өтіреміз ба? Процессор. Bonus bilen benim bu istedim. Görüyoruz. Benim yedik. Sıra. Aparatlarda kanalda bastırılır printer. Printer oturayım mı? Onuza dur. Başkalar kalanlar. Hiç. Bu matematik öğretmen. Adını verelim mi? Antivirüs programımız var. Sen o size bonus belirleri getirdin. Arşivde programmaları. Kumaydan, söyle. Dostça, kana program oldu. GMO. Endi bu neler siz o kardeşlerle yolasınız diye olur. Anasını gel. Onuza otur. O yerde sizge bonus vergen yok. Tek kana жұмыс істеу скоростun жылдамдығы өзгерту болады. Тоғызыншы сұрақ. Компьютер вирус дегеніміз не? Бауыржан. Компьютер вирус дегеніміз арнайы жазылған компьютерге және басқа да программаларды жууға Arnayı жазылған көбейтуге және басқа программаларға жығуға қабілетті шағын көлемді компьютер программа. Оны кім ойлап табады? Сіздерге оқыған программист ойлап табады. Көреміз? Дұрыс екен. Оны бере ма бермей ма? Kim cevap verir? Sırak. Qanday antivirus programmani bilasiz? Qanday? Al. Yo'q, bir so'roq, o'zimda so'roq bor. Qanday antiviruslar bor? Yani qanday antivirusni topdim men? VP bazamasi orqali.
Men bir aytib bereyim. Qarang. Antivirusli programmalar bu viruslarga qarshi chiqargan programma. Bu sizlar qanday bo'ladi? Avaz. O'zidagi Yeset degan bor. Hozir tanada eng keng taralgan antiviruslar Yeset, Kaspersky. Ko'ramiz. Antivirus programma. Ama sizlerdi. Bu yerde endi o'rnausini endi uchinchi vracheniy kimdir o'zi kez kelgan atni o'zi tanlaydi. Atajan va Dana. Hal so'roq qilmaymiz. Penetaqda necha to'pqa bo'linadi? Aha. Penetaqda 4 to'pqa bo'linadi. Funksionallik, arifmetik, sonliq, bag'itovush. Bo'ldi. Olmos. Funksionalda penetaqda qaysilar kiradi? F1 Ular funksionalda penetaqda o'tiramiz. Bo'ldi, endi bu so'roqni olib tashlaymiz. Bo'ldi, bu ishdi. Kelesi. Kamil Aqtay. So'roq tundaymiz. Qanday operatsiya juylar bor? Windows, Apple, Apple degan Windows operatsiya yo'q. Apple. So'sin. Hozir eng keng taralgan qanday operatsiya juyli? Windows. Windowsda qanday? Yo'q, endi aytib turgan sadaspay qolib. Windows. Ya, durust. Bo'ldi, buni o'chiramiz. O'chdi. Kelesi qilish. Yok, bu tür dinlemesi çok olacak. Ya şimdi kalksan bana çok hep koyacak. Evet. Testler deganimiz arnay kompyuterning ichidagi jarayonlarni testler degan arnay kompyuterning жұмыс істеп turib tekshirish. Жұмыс барысын тексеру. Дұрыс. Testler әдістермен тәсілдерін жүктеп айтыңыз. Sizlerге. Жоқ па? Антоп. Автомат тестілеу, қолмен тестілеу, транспорт тестілеу, автомат түрлі жұмыс жасайды. Болды, түсінікті. Автоматты тестілеу дегеніміз. Схемалар тестілеу деген мысалы, қолмен тестілеу кезде автомат мысалы белгілі бір жағдайда жұмыс жасалған кезде қолмен тестілейміз. Bu жерде автомат тестілеу тұр ғой. Автомат тестілеу дегеніміз, яғни жағдай тестілейміз. Мысалы, біз компьютерімізді автомат тестілейміз и және де ол бізге нақты жауабын бере алмайды. Ол туралы нақты информация бере алмайды, және де біз оны қолмен тестілемесек ашып қарай алмаймыз. Eң сұрақ қал. Енді қолмен тестілеу жоқ, Антопқа. Айтшы сәл. Қолмен тестілеу дегеніміз арнайы тестті өзіміз тексеру арқылы жүргізетін тестілеу. Не что, я думаю. Валидация, правильно? Валидация, прайс қай кезде?
Рекомендация позиция дегенimiz бұл қолданушылар және де сұраныс берушінің ол біздің нақты сұранысын талап еткен кезде компьютер бағдарламасы оған объективті арқылы жауап беретін процесс. Болды, түсінді. Так, не істедік бұны? Процесс бітті ма? Пароль удар кеттік па? Енді не қарап отырмыз енді? Болды, көрдік, экраннан шықты болды. Көрдік. Так, пароль удар кетеміз. Білмеймін қайсы екен. Сендерге көрсеткен, үйреткем сендерге. Пароль удар кетіп кетсіз. Кәм, удар кетті ма? Администраторға пароль удар кетесіңдер. Болды, өшіріп қосып көрек енді. Өшірем оны компьютер? Оны флешканы алып. Ол емес. Ол емес. Бас. Гостькин таңдаймас, менің таңдаймын. Гостын таңда. Cancel бас. Cancel'ды бас. Енді? Админтің өлді жерде. Ағалау керек. Қазір бұл жерде алды келе жатқан топ. Верификация тобы дегенде сіздердің сұрақтарыңызға көбінше сұрақ жауап берген верификация тобы. Айта кетер болсақ, қазір үй тапсырмасына айтқан Әлкен 85, Дәулет 85. Топ бойынша балайтын болса, жоқ, жүз көп топасын берген. 90 балл. Бұл жерде сіздерге сабақ айтқан, сабаққа жақсы, активный қатысып отқан Сәулемай 85. 80. Жаңа төмен сабақ айтқан Бауыржан 80. Енді сіздерге сабақ жабыстырамыз. Сабақты жазып. Жай. Neyse yazarız. Yapıştırarız. Tak, seninle ayıp geçeyim. Bugün de sabahta oturarız. Bir minut vaktan alalım.